Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Астана қаласындағы өкілі Нұр Астана орталық мешіті Құрбан айт мерекесіне орай баспасөз мәслихатын өткізді. Бәйтерек халықаралық баспасөз орталығында отандық бұқаралық ақпарат құралдарымен өткен баспасөз конференциясына Әзіреті Сұлтан мешітінің бас имамы Серікбай Қажы Ораз, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Астана қаласы бойынша өкілі Нұр Астана орталық мешітінің бас имамы Наурызбай Қажы Өтпенов, Нұр Астана орталық мешітінің наиб имамы Асхат Салимов және Садуақас Қажы Ғылмани мешітінің бас имамы Жұманазар Садырханов қатысып, Құрбан айттың мәні мен маңызына, құрбан шалудың ерекшеліктеріне, мүбәрәк және мереке қарсаңында атқарылатын іс-шаралар мен құрбандық орындары туралы ақпараттарды ортаға салды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, қадірлі біздің еліміздің баспасөз өкілдері, баршаларыңызды келе жатқан мұсылман, иісі мұсылман баласы үшін қасиетті ұлық болған Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтауымызды қабыл алыңыздар деп айтқымыз келеді. Өйткені Құрбан айт мерекесі біздің елімізде тәуелсіздігіміздің арқасында діни мереке үлкен халықтық мерекеге айналып, оған сондай дәреже беріліп, демалыс күніне айналып отыр. Бұл да болса, осы тәуелсіздіктің арқасында ауызбіршілігі жарасып отырған Қазақстан халықтарының бірлігі, ынтымағының арасында және біздің мемлекетіміздің осы дінге деген, руханият саласына деген ерекше қамқорлығының арқасында деп айтуға болады. Жалпы алғанда Құрбан айт дегеніміздің өзіне ислам дінінде үлкен екі мереке бар. Соның бірі ораза айт мерекесі болса, ең үлкен мереке болып саналатыны бұл Құрбан айт мерекесі. Құрбан айт мерекесі үлкендігінің болуының себебі осы мерекеде құрбандық шалу, айт намазын оқу, сонымен бірге бүкіл әлем мұсылмандары нақ осы Құрбан айтта қасиетті Меккеде қажылық парыздарын өтейді. Сондықтан да көптеген тілектердің, көптеген ғибадаттардың, құлшылықтардың баршасының үйлесімділігі тапқан ұлық мереке болғандықтан осы айттардың үлкені немесе ұлысы деп айтылу себебі сонда. Бүгін Құрбан айттан 2 күн уақытымыз қалды. Ертеңгі күніміз бізде Арафа дейміз. Арафа бұл Меккеде қажылыққа барған кісілер жақсы біледі. Арафат жазығында, таудың етегінде тұрып дұға етеді. Міне сол Арафатта тұрып күннің батқан уақытына дейін сонда дұға тілекте болған адамдардың тілектері тоқтаусыз қабыл болады дейді. Міне сол Арафа күнін біздің халқымызда да Арафа деп айтамыз, әртүрлі түсінік бар. Демек сол Арафа күні біреулер иіс шығарып, нан пісіріп жатады, біреулер айтқа дайындық қылып жатады. Демек Арафа дегеніміз осы күнде қандай тілек ниет жасаса, ораза ұстайтын болса кісілер, Аллаға құлшылық етсе, соның қабыл болатын. Елімізден 5000-нан астам қажыларымыз Меккеге кетті. Сол барша қажыларымыздың осындай қасиетті жұма мен Арафа сәйкес келген ұлық сәттерде еліміз, жеріміз үшін қандай тілектері, ниеттері болса, баршасы иншалла қабыл болсын деп айтқымыз келеді. Жалпы құрбан сөзі бұл жақындау, Аллаға жақындау. Құрбандық шалудың қандай шарттары бар деген сұрақ туады. Балағат жасына жеткен, ақыл-есі бүтін, әрине бірінші орында оның мұсылман болуы ол міндеттілік. Сонымен бірге бір жерде тұрақты болуы, сапарда жүрмеген адам. Сапарда жүрсіз, бірақ сізге мойныңызға міндеттелмей. Бір жерде тұрақты, тұрғылықты адам болуы, және сонымен бірге сол құрбандық шалатын кісінің жаңағы дүние мүлкі, дәулеті зекет нысабына жеткен болу керек. Артық тұрған сондай дәулеті бар адамға құрбандық шалу уәжіп деген сөз. Біз кейде мынандай бір жаңылыс түсініктер болып жатады. Үйімізде пәлен бала шағамыз
әлгі барлығымыздың атымыздан биыл ананың атынан шалайын, биыл басқа баламның атынан шалайын деген нәрсе емес. Бұл жерде сол дәулеттің иесі болып отқан отағасы болатын болса, дәулетке иелік қылып соған серіктес отқан жаңағы отанасы, яки болмаса өзінің сол нысап шамасына жеткен кәмелетке толған, балағатқа толған азаматтары үйдегі бала шағалары болса, міне солардың атынан шалынады. Сондықтан да құрбандық шалудың осы шарттарына өте жақсылап мән беру керек. Өзі бір жерде квартира жалдап тұр, пәтер жалдап жүр. Е болмаса бір жерде общежитиеде тұрып жатыр, сөйтіп келіп, жоқ, мен бір жаңағы пәлен кредиті бар, алып барып құрбан шалайын, елден қалмастан деген секілді. Демек ол адамға ол уәжіп емес. Ол бекерден өзін тағы да міндеттеп, үлкен жауапкершілікті жүктеп жатыр. Демек құрбан шалатын кісінің жаңағы зекет нысабындағы көлеміндегі сондай артық қаржысы заттай бола ма, артық қаржысы, бұл айтқанда активі, артық дәулеті тұру керек. Сонда барып соның есебінен жаңағы бұл енді құрбандық шалу оның мойнына міндеттеледі деген сөз. Ал енді құрбан айт мерекесі 3 күнге созылады. Алла нәсіп етсе 4-ші қазан күні таңертеңгілік сағат 8 уақытысында Астана уақытыменен Астана қаласындағы барлық мешіттерде айт намазы, мерекелік айт намазы оқылады. Мерекелік айт намазының тәртібін біздің еліміз жақсы түсінеді, біледі. Көбінесе ер азаматтар үшін міндеттелген айт намазына келіп, сол айт намазына қатынасып болғаннан кейін бар құрбандық шалады. Құрбандықты бір күн алдын сойып дайындап қояйын, ертең етін пісіріп дастарханға қоя беремін деп құрбандық шалатын болсақ, бұл құрбандыққа жатпайды. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассаламның және қасиетті Құр'ан-ы Кәрімнің аятында сендер айт намазын оқыңдар, сосын барып құрбандық шалыңдар. Айт намазынан 10 минут бұрын болсын, жарты сағат бұрын болсын, шалған құрбандығыңыз ол құрбандыққа жатпайды. Сондықтан да сол 4-ші қазан күні таңертеңгілік сағат 8 айт намазы оқылып болғаннан кейін барлық жерлерде құрбандық шалу рәсімдері өткізілетін болады. Алла елімізге, жұртымызға амандық берсін. Мынау иманды қоғам құрып келе жатырмыз. Руханият деген рухани дүние, адамның жан дүниесі, бұл сол жан дүниеге азық болатындар, жоқтан бар қылған ұлы жаратушының алдында пенделігімізді мойындап, осындай бір тілектер еселеніп қабыл болатын кезде біз көп дұға жасасақ, көп ғибадатта болсақ, құлшылықта болсақ, Алла сол құлшылықтарымыз еселеп қабыл етеді, сауабын жазады. Келе жатқан айттарыңыз мүбәрәк болсын дегім келеді. Келесі сөзді біздің Нұр Астана орталық мешітінің бас имамы осы Астана қаласындағы өткізілетін жаңағы құрбан шалу рәсіміндегі іс-шараларға тоқталып кететін болады. Рахмет. Иншалла биыл мінекей жоғарыда айтып кеткендей 4-ші қазан күні 1-ші айт күні басталады. Алтынтаға мал базары, Нұр-Береке шаруа қожалығы, және Пищекомбинат, Шаушен шаруа қожалығы, Темеш және Есжанов шаруа қожалықтарында осы 6 орында құрбандық шалатын кісілер бар, осы 6 орынға шалуларына болады. Бұл енді бекітілген орындар осы біздің құрбандық шалу мәдениетін жетілдіру мақсатында әркім әр жерде шала беріп, әр жерде ластамау үшін, қаламыздың тазалығын сақтау үшін иншалла осылай әкімдікпен бекітілді. Біз құрбан шалатын азаматтарды сол жерлерге барып шалуларын шақырамыз иншалла. Алла Тағала баршамыздың ниетімізді қабыл етсін, және де Астана қаласының мешіттерінің ұйымдастыруымен жылда дәстүрге айналған жетеудің бірі болды. Раббың үшін құрбан шал деген қайырымдылық шара өтіп жатыр. Иншалла бұл шара Алла берсе сол 5-ші қазан күні Алтынтаға базарында өтеді. Яғни жиылған жамағат осы құрбандығын шалып, және сол жерден арғылай мұқтаж жандарға таратылатын болады Алла берсе. Және де мешіттерде нақтырақ айтатын болсақ, Әзірет Сұлтан мешітінде Алла бұйырса, сол 4-ші қазан күні түскі 5 намаздан кейін біздің бас мүфтиіміз биылғы жылды дін және дәстүр жылы деп жариялады. Соның аясында дәстүрлі өзіміздің спорт түрлерінен
жарыстар ұйымдастырылады. Алла берсе намаздан кейін Әзірет Сұлтан мешіттің алдында иншалла бұл өтетін болады. Оған арнайы сый-сияпаттар қатысушыларға табысталады. Не істеу керек деген сияқты осыған ақыл айтып. Жас отбасылар өзінің отағасы, өзінің отбасын, бала шағасын асырау үшін, нәпақа табу үшін еңбек етсе, міне сол ең садақаның, сауаптың сауабы болады. Ал сол нәпақасынан, өзінің отбасынан артылып жататын болса, басқа бір мұқтаж адамға қол ұшын беріп, соған көмек жасап жатса, аз ба, оның көлемі көп па, ол онан да сауабы арта түседі. Сондықтан да жаңағы біз шариғаттың талабын өте жақсылап дұрыс түсініп алуымыз керек. Өйткені біреудің жолы жүрмей жүреді да, қиналып жүріп, барып осы биыл бір құрбандық шалсам, жолым жүріп кететін шығар деген секілді. Сіз біріншіден шариғаттың талабына сәйкес келуіңіз керек. Сіздің артық дәулетіңіз бір жылдық көлемде жаңағы тұрған осындай зекет нысабындағы шариғат талабы болу керек. Бұны айтып жатқанымыз қандай мәселе? Жалпылама құрбандық шалып жатқан, Аллаға шүкір, зекет нысабынан біз әлеуеті ортадан жоғары болған, Аллаға шүкір, 30 елдің қатарына кіруге ұмтылып келе жатқан елміз ғой. Біздің әлеуметтік жағдайымызда көптеген салыстырғанда осы Аллаға шүкір баршылық. Сондықтан да жаңағы жаңа жас отбасылардың барлығы өзі атаған ықыласыменен белгілі бір көлемде азды көпті садақасын бере қойғаны абзал. Бірақ ең бастысы жаңағыдай сол құрбандықтың шартына сәйкес келетін болса, ешкімнің қалтасындағы үйдегі жинап қойған қазынасын біреу көп тексермейді ғой. Ол пенде менен Алла Тағаланың арасындағы бейне бір сыр ғана. Сондықтан да адам өзінің қаншалықты қаржысы бар, жағдайы барын өзі сонда есептеп жатады. Мысалы, тұрып жатқан үйі пайдаланып жатыр. Бір комната, екі комната квартирасы бар дейді. Демек, осы адам жағы пайдаланып жатқандықтан ол зекеттің нәрсесін ол пайдаланып жатыр. Ол қажеттілігіне жарап тұрған дүние. Ал осы пайдаланып тұрған дүниесінен артық дәулеті болатын болса, және сол тұрған дәулеті бір жылдан бері ешқандай мұқтаждыққа, қажеттілікке жұмсамай, қызының оқуына, басқасына берем деп сақтап отырған емес. Жаңағы ертең бір айдан кейін берем деп отырған, басқа емес. Сол артық дәулеті ешқандай бір қажеттілікке жұмсалмастан сақтап отыратын болса, міне зекеттің нысабы дегеніміздің себебі осында. Қазір мысалы жаңағы алтын құнымен есептегенде, былай айтқанда $3.000 жетпейді, $2.500 астам бір қаржысы солай мысалы жататын болса. Мысал үшін айтып жатқан. Сондықтан да осындай жағдайларды кішкене бір шариғаттың дұрыс жолын түсіндіріп айтуымыз керек. Ал көптеген кісілерге, жаңа біздің имамымыз жақсылап тұрып айтты, қайырымдылық іс-шараларыменен біздің жалпы елде елбасымыздың өзі бастама көтеріп барлық жерде жүргізіліп жатыр. Мысалы үшін қарттар мәселесі бар. Біздегі жетім жесір балалар мәселесі бар. Онан кейін басқа да осындай қамқорлыққа мұқтаж мүгедектер, Алла Тағаланың енді осындай барлық жағдайдың жанында осы діни басқарманың құрылымы біздің мешіттеріміз, имамдарымыз табылып жүр. Мысалы, мектеп жасына баратын балалардың 16 мың мектеп жасына барып жатқан балаларға республика бойынша киіндіріп, оларға қолдарына сөмке, сонымен қамтамасыз ету іс-шарасы өткізілді. Өзіңіз ойлап қараңызшы, қоғамдық негіздегі діни құрылым бұл осы елдің демеушілермен жұмыс істеп отырған құрылымның үлкен фондтардың атқаратын жұмыстары секілді, пиар жасап атқаратын жұмыстары секілді нәрсені біреуге білдіріп, біреуге білдірмей ғана осындай жұмыстар істеліп жатыр. Ол дегеніміз қалай? Біздің қоғамымызда иншалла үйлесімін тауып жатыр. Бізде, демек, осыған біз дәнекер бола алсақ, біздің бас мүфтиіміз бастап отырған осы шаралардың барлығына, иншалла біздің қоғамда қайырымды жандар көбейеді, мейірімділік артады. Әртүрлі жағдай, адам баласы дүниенің өзін жалған екендігіне иман келтірген біз пендеміз. Олай болатын болса, дәулетте, рыздық несібеде, байлықта, мансапта барлығы өткінші нәрсе. Қолдағы бар нәрсемен басқаларға тарынбастан, сараңдық қылмастан бөліскен адам міне нағыз, кемел, жаңағы толыққанды мұсылман деп айтуға болады.
Сондықтан да осындай жағдай. Намаз оқитын кісілердің емін-еркін намаз оқуына 12.000 адамға есептелген. Ішкі жағындағы. Және осы өткен ораза айт мерекесінде намазында сол кезде күн жылы, жайбарақат, мүмкіндік бар кезде біз анау пультпенен әуеден ұшып айналып жүретін вертолеты бар камерамен түсірдік. Байқасаңыздар, YouTube'да біраз жерде осы жарияланды, беріліп тұр. Сонда мешіттің сыртынан артып тұрған адамдардың саны шамаменен бір 4-5 қатар ғана. Ол дегеніміз біздің өзіміздің есебіміз бойынша бір 2000 адамның көлемінде артықшылық болды. Сондықтан егер де тағы да ішке жоқ, бәріңіз сығылып, қысылысып отырсаңыздар да ішіне сиясыздар деп қажеттілік туындап тұрғанда, ол адамдарда анау күн жылы болғандықтан далада оқығаннан гөрі ішіне емін-еркін кіріп кетіп, бір жерден орын тауып оқуына болар еді. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің Астана қаласында қазір 8 мешітіміз жұмыс істеп жатыр. Барлығы да заманауи, ең соңғы үлгідегі, барлығында да айт намазын, бұл айт намазына байланысты. Бұл біздің дініміздегі жылына 2 рет болатын 2 үлкен мерекелік намаз. Жұма намаздарында барлық уақытта сыйып жатыр. Керек десеңіз орын артылып жатыр. Тағы да сол Әзірет Сұлтан мешітіндегі өткізілетін жұма намазда 9000 адам мен 10000 адамға жетпейтін шамада келеді. Демек бізде әлі де 3000 адамның шамасында мүмкіндігіміз бар деген сөз. Егер жаңағы жамағаттың көбірек жиналатын үлкен намаздарды есептейтін болсақ. Сондықтан қазір енді үлкен бір қажеттілік жоқ. Осы мысалы жаңадан салынған аэропорт жолындағы Әл-Жанана мешіті, ол жерде көп мүмкіндік бар. 1,5 адамға арналған, қазір жұма намазында ең көп дегенде бір 400 адам оқиды. Демек 1000-даған адамға ол жерде мүмкіндік бар. Тағы басқа осындай жаңағыдай намаз оқуға қазірше мұқтаждық жоқ мешіттердің мәселесі бойынша. Процесс жүріп жатқан жердегі. Егер де ол басқа дәулетке тұрып атқан үйге басқаға қажеттілік болмастан сақтап отырған болса, онда бұл зекеттің нысабынан есептелінеді. Зекеттен сақтап отырған болса, мысалы үшін, ол сол нәрсеге кірісіп кеткен болса, бірте-бірте төлеп жатқан, жиып қайта-қайта төлеп жатқан болса, және артық тұрған дүние, бұл жердегі шарты 1 жыл бойына ешқандай түртпейтін. Сол қаржыны бетіп ұстауға ешқандай да қажеттілік туындаған жоқ. Сол күйі тұр. Өткен басқа жұмсайтын қаржыңыз жетіп жатыр. Сол емен-еркін тұрған дәулеттің нысабы, жаңағы біз айтқан зекеттің нысабына жеткен болу керек. Сұрақтарыңыз бар ма? Келе жатқан айттарыңыз құтты болсын. Барлығымызда сол айттың дайындығымен, мен ойлаймын, біздің баспасөз өкілдеріменен біздің діни құрылым, руханият саласындағы, мәдениет саласындағы барлығында өте ортақ бір ауызбіршілік бар. Баспасөз саласындағы мамандардың күнін арнайылап өткіземіз. Сіздерменен етене араласып отырамыз. Осы жуырда ғана тағы да 2 азаматымыз умра қажылыққа осы баспасөз саласында барып жатыр. Бір кісі қажылыққа барып жатыр. Сол секілді мен ойлаймын, осындай бірлікте болатын болса, осы біздің Қазақстан жеріндегі осы дала халқының қалыптасып қалған дәстүрлі ислам жолын насихаттауда біз баршамыз бірігіп отырып атсалысамыз деп. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз, сәттілік, бақытты болыңыздар. Айттан айтқа айдан аман, жылдан есен болып жете беріңіздер деп айтқым келеді. Әмин. Рахмет.